Videomu tındап alamыз. Ережені еске түсіреміз. Ал тыңдайық. Сақтанды. Сатып алынған заттың құнын білу үшін тауардың бағасын оның санына көбейту керек. Сатып алынған заттың санын білу үшін тауардың құнын бағасына бөлу керек. Ал тауардың бағасын білу үшін құнын тауардың санына бөлу керек. Түсінікті ма балалар? Заттың құнын табу үшін неше беру керек? Бағасын санына көбейтеміз керек. Сатып алынатын заттың санын білу үшін тауардың құнын бағасын бөлу керек. Келесі тауардың бағасын білу үшін құнын тауардың санына бөлу керек дейді. Олай болатын болса, қазір біз сендерменен тапсырмалар орындап көрейік. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Олай болатын болса, балалар, қазір біз сендерменен ойын ойнаймыз. Ойын қалай аталады? Бұл сыйлық деп аталады. Яғни, мысалы, басқа жерлерге баратын болсаңдар, сыйлық алып келеді ғой, сол секілді сыйлықтар. Енді қарап отырсаңдар, әр сыйлықтың өзінің құндары бар, иә? Жазылған, бағалары жазылған. Енді сендер қазір осы, міне, сендерге берілді, бағасы берілді, 500 теңге дейді. Енді осыны тиынмен, монеталарменен қалай төлер едіңдер? Мысалы, кез келген бағдарлап келе ғой. Міне, мына қорапшаның ішінде тиындар тұр, қалай? Өзін таңдай ғой. Кез келген бір мына жерде тұрған кез келген сыйпатені таңдай ғой. Бірінші таңдай ғой. Қайсыны? Түйені. Ал түйені бағасы қанша екен? 700 теңге. Енді 700 теңгені санап маған бере ғой. Айтып тұра ғой, неше теңгеліктерден алдым? 200, қосылған 200, тағы 400 болды, 500, 100 теңгеден 600, тағы 100 теңге 700. 700. Жақсы. 100 теңгеліктерден неше алды? 3. 200 теңгеліктерден? 2. Өте жақсы. Жақсы. Міне, түйені алу үшін 700 теңгеге еттейді. Келесі таңда. Кімшан дейді? Ал еркен. Ал қарай ғой. Қай? Таңдай ғой. Тезіріктеу таңдаймыз. Тезіріктеу. Ал 600 теңге дейді. Ал тиындармен. Қара ғой, мұнан сен неше теңгеліктер алып тұрсың? 50 теңгеліктер, ал мынау неше теңгеліктер? Ал сенікі тегізге қанша теңге? 600 теңге. Енді санай ғой. Ал, бір-бірден 100 теңгеліктен алдың, менің қолыма салып санап тұрады. Өзің.